Мен қаншама осындай жетістікке жетіп, мен жаман үлгі беріп отырған қыз емеспін ғой. Мен неменеге келіп табалап, сен андайсың, мұндайсың, сен деген ажырастың, сен деген енді ажырасса болды, ол біреумен жүреді, біреумен бүйтеді, біреумен сөйтеді, демалады, баласы бар, ол андай ғой. Маған неге қара күйе жағылады, жеке өміріміз халықтың алдында тұрады. Сондықтан да бізге мүмкін мін тағылатын шығар. Ал бірақ қаншама өнерде емес адамның қаншама тағдыры мысалға неше түрлісі бар. Сондықтан да мен айтар едім, қатты сын көзбен қарамаңыздар. Әкем қазақ тілі қоғамының төрағасы, шешем қандай менің тәрбие берген, менің ағам дін жолында, үлкен ағам білім жолында. Сондықтан да мен ондай бір жаман жолға түсіп, аға көкемнің соңынан еріп, еңбектенбей тек қана дайын ақшамен шетел аралап жүріп, барды киіп, барды тағып жүруге менің құқым жоқ. Әйел адамның, мен ойлаймын, өмірге келгенде бірінші мақсат жақсы әйел болу, ер азаматының ризашылығын алу. Ер азаматының разылығын алса, көңілінен шықса, жұмақтың есігі ашық дейді ғой. Иә. Үмітім болып тұр ғой. Сондықтан да жақсы бір арқа сүйер менің нар тұлғалы бір азаматым болса, қасында. Егер сондай шарт қойса, мен ең бірінші өнер адамынан бұрын мен әйел адаммын. Сондықтан да бас тартар едім. Мен кішкентайыңды білем ғой, өте сондай зерек ол. Олың ерекше зерек. Ақылды сондай. Шыны керек, сен бала тәрбиелеуге уақытың аз. Ол баланың тәрбиесімен кім айналса, ол бала мүмкін әкесі ақылды шығар. Сондай. Мен тұрмыста бір жылға жеткен жоқ. Иә, өте қысқа. Осылайым өмірге келді. Әрі қарай менің анамның қолында болды.